Қазақстанның бүгін басымды жиналып қалды, мынау гулянген слушасы жинапты, рахмет, бала шағаның қызығын көрсін дейді. Ал енді мен өзім таныстырып кетейін, мен Қазақстанда 79-да келгем, сол енді еңбегімізді школда, мектепте бастадым, Қазақстан мектебінде. Енді онда Зоя Кабен деген апай істеді, сосын Орған Мұқайына, сосын Райхан апай істеді. Амантай Рахимовтың жолдасы. Райхан Түсінкіні фалместіқамен кешіріңіз. Енді сосын 1-2 жыл істедім. Зоя Кабенмен завуш болды, үйретіп өттім, рахмет Зоя Кабенмен. Енді ол кезде жаспыз ғой, бәріміз жас келеміз, 25 демейді. Сосын енді мектепте мұғалім жұмыс 2 жылдай. Сосын Амантай Рахимовтың директор. Бүгін таңертең сағат 8-де келсем, Райхан мұғалім айтып, сені Амантай Рахимов шақырып жатыр. Зәрі жоқ, енді арақ ішкен, негіне бітіп қойдым мен. Қорықтым енді, директор деген ол кезде түсі зәрі жады ғой. Сосын келдім, сағат 9-да кабинетке кел деді. Кабинетке бардым, басым ешкім жоқ. Секретарша бар, орыс көрдім, Семенова деген болатын. Сол Заходи кірдім. Амантай Рахимов сол келеді, ол кісі енді жас. Үлкенімізде зәрі мүшет. Отырдым, ал енді Қайрат деді, мектептен шығасында маған шопыр болып білесің деді. Бізде шопыр жетіспейді, шопыр боласың деді. Жарайды, енді права болмай, права бар, алған. Содан кейін қазір замдарға барасың, басып деген замдар болған, басып. Соған барасың, соған мәшіне берді. Ойлап бір жақсы мәшіне берді шығарып жаман газ сидата дейін, ты выше, машин везли, вот ремонтер ебучий. Потом жаңаған бір айдай ремонттадым. Бірақ өзім шопырда болған жоқпын, мәшіне білмей, құрпыраман сатып алған ғой. Шынын айта көрі, бірақ сатып алған. Ол жаңағы ремонттап шықты, бірақ та сыртқа шықпай. Қолдеді заправкадан тәңертең алып та келген, МТ-нің алдына. Сосын заправкадай, бәрі тракторында, өйткені заправкаға пассетте заправка үлгермейді. Сол үшін тәңертең түрі жас туған, энергия бар, құдай сақтан. Сосын енді біраз істеп жүрміз. Сосын айтты, тағы Амантайға шақырып, бака істейтін, сосын мен саған жаңа мәшіне бердім деді. Ой, рахмет, күздігіне бір нормальный мәшіне, енді жаңа мәшіне бердім жүрсін, Амантай Рахимович, Ульяновск районға бір секретар болып кетті. Ой, енді қалдым ғой деп жүрген, қалдым ғой енді. Одан кейін Дәулетбек директор болды, одан кейін бір орыс келді, Куликов келді. Одан кейін 3 директор ауыстырдым ба, 4-ші Бекен. Ой, құдай берген шығар бермен, Бекен берді. Енді ол кісі директор, еген үлкен деп жүрді ғой, қайда біле директорды үлкен болып көрмеді ғой, директор. Ол кісі молодежныйдан райисполкомнан келген. Сосын бір күні Перегудов не болды? Замдар, Браун, главный инженер. Марсорда бір жаңа зил тұрған, жаңа зил кеп тұр. Жаңағыны бермейді. Филимонов, заведующий нефтебазы. Содан жасас, что там же машина. Нет, это потом деп жүр. Уже правильно, анау зил тұр. Бір күні келіп, инженер зовет. Вот поедешь в Кыргызстан. Фрунзе, за новые машины. Сосын жаңа мәшінеге келді. Сол жаңа мәшінеге 2 күн барып жүрдім, алып келдім, бірден асайды, әкелдім бар. Сол мен әкелген бензовозды өзім айтым, Хайрат, знаешь, почему я тебе, это я инженер сказал, пусть подождет. Енді, оғанда жақсы шопыр керек қой енді. Филимонов. Сол жаңа бензовоздан ақырын Бекен қоласында істедік. Бекенге рахмет, осындай директор. Раз Бекенге рахмет енді. Директорлар болды ғой, неше директорлар. Азыр келгенде ол ерте кетіп қалды, Бекен соны аяқтады. Енді Бекен басшылық болды енді, сонда енді үкімет тарап кетті, анау, мәшіне аламасақ та енді, анау малмен бетіп жатыр. Осы енді кетіп бар, қайда бар? Әкең қайтыс болғаннан кейін, әкем 76-та болды, қайтыс болған, қайтқан ауылымыз бермейді.
Қайтқан ауылыма қайтты мен. Ағаларым айтты енді. Сенен басқа сыртта шыққан жоқ. Үлкен үйге ие болу. Енді қазақтарды білесіздер ме? Енді баға редерінде олар өз үйлері бар. Мен сырттамын. Осы әкемнің үйіне көрдім. Еңбек істедім. Бірақ сақсап айтып қалаға ана-мына осы жолдастар біледі, көріп жүрді ғой. Азин қалып жеткен, бірге тақсап айтып. Енді қашанға тақсап айтасыз, зейнеткерлікке шығу керек қой. Сосын Қазпоштаға водительный касаты болып, сол пенсияға шықтым. Ал енді барлықтарыңызға рахмет, мені тыңдап отырсыздар. Міне үлкендер келіп отыр, Амантай Рахимович келіп отыр, Мәкен келіп отыр. Сол кісілердің жасын берсін, барлықтарыңызға немерелеріңіздің қызықтарын көрдім, шөбере сүйіңіздер. Жақсылық тойды, осы енді гүлі бұдан да көп жинайтын болу. Бастығымыз аман болсын, тойдан тойға жете беріңіздер. Ассалаумағалейкум ауылдастарым, замандастарым, құрдастарым. Осы арада ағзалысы аналарымыз, ақсақалдар, әкелеріміз, бәрімізге басын дейін сәлем беруге әуелі қабыл етіңіздер. Құрметті ауылдастарым, замандастарым, бәрімізде бір ауылда туып өскендей болдық. Бәрімізде біріміз ағадай, інідей, әкедей, шешедей сыйласа білдік. Осындай ортамызда біздің он өріп болып кеткен ағаларымызды да еске алайық. Нәшкен ағамызды еске алайық. Тағы басқа, Нәшкеннен басқа ағаларымыз он өріп болып кетті. Солардың бәрі қазір осы ортамызда болса, ол кісілерді осындай көп қуанышқа бөленіп естелер барлығында. Сол ағаларымызды еске ала отырып, мына жердегі бағанада айтып кеткен ақсақалды аналарымыздың, аналарымыздың тілектерінің бәріне қосыламын. Алла періштенің құлағынан салсын, жастарымыз ұзақ болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, ортамыздағы ағзалық аналарымыз, ақсақалды әкелеріміз аман болсын. Осындай әрқашанда қуаныштар, қызықтар, осындай басымыз жиі қосыла берсін. Барлықтеріңізге амандық ойласыз, осындай ұйымдастырғанына көп рахмет.